кез келген ауқымды операцияны елестетіп көрейік. Техниканың мүлдем әр қимылының артында тек титаникалық, бірақ сонымен бірге көрінбейтін жұмыс бар. Бұл отын логистикасы әлемі. Шын мәнінде, бұл бәрін қозғалысқа келтіретін ең күрделі жүйе. Бүгін біз осы ең көрінбейтін қозғалтқыштың қалай жұмыс істейтінін анықтаймыз. Міне, біздің жоспарымыз. Алдымен жеткізу желісінің өзі туралы сөйлесейік. Неге бұл өте маңызды? Содан кейін, айтпақшы, үнемі дамып келе жатқан нақты құралдар мен жабдықтарды қарастырайық. Содан кейін, мұның бәрі қалай тәртіпте сақталады? Оның артында қандай жүйе бар? Соңында, біз мұның бәрі бейбіт уақытта және әскери жағдайға байланысты қалай өзгеретінін түсінеміз. Бірінші нүктеден бастайық. Маңызды жеткізу желісі. Бұл жүйенің қалай жұмыс істейтінін және неге мұндай техникалық жабдықты қажет ететінін шынымен түсіну үшін алдымен тапсырманың ауқымын түсіну керек. Ал тапсырма, айталық, орасан зор. Міне, басты сұрақ. Оны қалай жасауға болады? Өйткені, бұл екі жүк көлігін толтыру туралы емес. Бұл кез келген кідіріс, кез келген аялдама өлімге әкелуі мүмкін алып, өте күрделі денені үнемі қозғалыста ұстау туралы. Бұған жауап, асыра сілтемей, монументалды сынақ, бұл жанармай қызметі. Бұл жай ғана бензин қоймасы емес екенін түсіну керек. Жоқ, бұл біртұтас, ұсақ түйекке дейін ойластырылған құрылым. Ол сатып алу мен тасымалдаудан бастап техниканы дәл есепке алуға және қызмет көрсетуге дейін барлығын қамтиды. Жарайды, мәселенің ауқымын түсіндік. Енді оны шешудің нақты арсеналын қарастырайық. Яғни, осы күрделі жүйені құрайтын құралдар мен жабдықтар. Сонымен, барлық осы техникалық жабдықтар мақсатына қарай жіктеледі. Шамамен айтқанда, ол 4 негізгі топқа бөлінеді. Және бұл жеткізілім тізбегінде әрқайсысының өзіндік, ерекше рөлі бар. Айталық, үлкен көлемді стратегиялық сақтаудан бастап, дәл осы жерде және қазір белгілі бір машинаны толтыруға дейін. Бұл жүйенің жүрегінде нағыз жұмысшы лошад бар. Мұнда, мысалы, центрифугалық сорғы. Оның негізгі сипаттамасы. Оның басты міндеті ең төтенше жағдайларда максималды сенімділік. Себебі мұндай элементтің істен шығуына жол берілмейді. Бұл жабдықтың өте нақты және өте қатаң талаптарға сай жасалуының тамаша мысалы. Бірақ бұл жай ғана әртүрлі тапсырмалар үшін әртүрлі құралдар принципін тамаша көрсетеді. Қараңызшы, отын сақтау шешімдері мүлдем басқаша болуы мүмкін. Үлкен тік резервуарлардан бастап, бұл стратегиялық қорларға арналған, әлдеқайда горизонтам жылжымалы көлденең резервуарларға дейін. Олар қазірдің өзінде, былайша айтқанда, жедел деңгейде қолданылады. Бірақ қараңыз, дұрыс құралдарға ие болу, бұл тек жартысы. Барлық осы жабдықты мінсіз жұмыс күйінде ұстайтын және ең бастысы, әрі қарай не және қалай дамыту керектігі туралы үнемі сигнал беретін неғұрлым өткір жүйеде маңызды. Бүкіл жүйе техникалық қызмет көрсету және жөндеу принципіне негізделген. Қысқаша, мұндағы басты идея, қазірдің өзінде бұзылған нәрсені жөндеу ғана емес, мүлдем жоқ. Бұл жоспарлы, алдын алу шараларының тұтас кешені. Мақсат, кез келген уақытта барлық жабдықтың 100% дайындығын қамтамасыз ету. Мұндай ұқыптылық, бұл бұрын алынған сабақтардың тікелей салдары. Шынымен, таң қалдыратын нәрсе жүйелеу деңгейі. Тіпті ең кішкентай болып көрінетін күнделікті тексерулер қадамдармен боялған. Қарапайым сыртқы тексеру мен сымдарды тексеруден бастап, майлау деңгейі мен жерге тұйықталу тұтастығын бақылауға дейін. Әрбір қадам бір нәрсеге бағытталған, ол орын алмас бұрында істен шығудың алдын алу. Және бұл жүйе, әрине, ешқандай болжамға, немесе түйсікке негізделмеген. Барлығы өте қатаң пайдалану ережелеріне сәйкес жоспарланған. Олар жабдық арқылы өткен мыңдаған литрмен немесе қызмет еткен жылдары өлшенеді. Бұл тозуды алдын ала болжауға және бөлшектердің бұзылуын күтпестен алдын ала өзгертуге мүмкіндік береді. Мұның артында, әрине, көптеген жоспарлау мен құжаттама бар. Бұл әуе қозғалысын басқару қызметінің жұмысына ұқсайды. Әрбір компонентті қадағалап отыру, уақытында қызмет көрсету және әрқашан жұмыс істеуге дайын болу үшін бәрі. Әрбір төлқұжат, әр формуляр, бұл жеке техниканың өмір тарихы. Сонымен, біз жүйенің қалыпты штаттық режимде қалай жұмыс істейтінін қарастырдық. Бірақ ставкалар аспанға көтерілгенде не болады? Бұл күйге келтірілген машинаның бәрі стресске қалай бейімделеді? Бейбіт және соғыс уақытындағы жұмыс арасындағы айырмашылықты талдап көрейік. Генерал-полковник Никитиннің бұл сөздері өткеннің қатал сабақтарын еске түсіреді. Дәл осы қиындықтар, шығындар жаңа,
неғұрлым қорғалған жабдықтар мен сақтау құралдарын жасаудан бастап, логистика принциптерін толығымен қайта қарауға дейінгі бүкіл жүйені дамытуға күшті серпін болды. Ұйымдастыру принциптері түбегейлі өзгереді. Егер бейбіт уақытта басты назар экономикалық тиімділік, жоспарлылық болса, онда мүлдем басқа нәрселер жылдамдық, өмір сүру және шығындарды мүмкіндігінше тез толтыру мүмкіндігі бірінші орынға шығады. Ақиқатында, бүкіл логистикалық модель тек төңкеріліп тұрады. Жабдықтау өтінімдер бойынша тартыла бастайды, бірақ тұтынушыларға белсенді түрде алға жылжиды. Жанармай қорының өзі мүмкіндігінше мобильді болуы керек, яғни кез келген уақытта қозғалуға дайын болу үшін тікелей көлік құралдарында болуы керек. Барлығы қарқын мен өміршеңдік үшін. Сайып келгенде, әр жұмыс істейтін машинаның артында, әр қозғалыстың артында үлкен, күрделі және көбінесе көрінбейтін инфрақұрылым бар. Бұл бізді күн сайын олардың бар екенін байқамай, тағы қандай өмірлік маңызды жүйелер туралы ойландырады.